Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз қараңғы ғарыштан жер шарына қандай қауіп қатер төніп тұр, соны айтатын боламыз. Өздеріңізде іштен бірден біліп отырған шығарсыздар, ең бірінші қауіп астероидтар және метеориттер, яғни астероидтың немесе метеориттің жерге құлауы. Ал екінші қауіп бұл өзіміздің күннен келеді. Күн тәжінің атқылауы, яғни айтып жатамыз ғой, магнитный буря болып жатыр, басымыз ауырып жатыр деп. Сол туралы. Ал үшінші қауіп ғаламдық масштабта жер шарына жақын орналасқан жұлдыздардың бірінің жарылуы. Яғни супер жаңа жарылыс немесе гипер жаңа жарылыс. Сіздермен бірге ғалам және табиғат арнасы, менің атым Ринат. Осы арнадан сіз жердегі табиғат пен планетамыздан тыс бүкіл ғаламға саяхат жасай аласыздар. Ал бастамас бұрын каналға жазылыңыз, лүпіл басыңыз. Олай болса бастайық, кеттік. Айдың бетін телескоппен қарасақ, мыңдаған шұңқырлар мен кратерлерді көреміз. Олардың көбісі метеорлар мен астероидтардың құлауынан пайда болған. Жерде де осындай кратерлер толып жатыр. Және осындай кратерлердің ең үлкендерін астроблема деп атайды. Олардың диаметрі 2 километрге жетіп, жер бетіндегі қазіргі саны 200-ден асады. Солардың бірі Мексиканың Юкатан түбегінде орналасқан Чиксилук кратері. Оның бастапқы диаметрі басында 180 километрден асқан дейді. Бірақ уақыт өз дегенін алып, қазір оның ізін табу қиынға соғып отыр. Ғалымдардың айтуы бойынша, бұл метеорит бұдан 66 миллион жыл бұрын бор дәуірінің аяғында құлаған дейді. Бұл метеорит динозаврлар өркениетін тоқтатқан еді. Бұл теория тура осы метеорит құлаған кезде мезозой дәуірінің аяғы мен кайнозой дәуірінің басында динозаврлардың жаппай қырылуы сәйкес келуінен шыққан болатын. Бұл аспан денесінің салмағы триллиондаған тонна болды. Яғни Эверест тауының салмағымен бірдей еді. Соққының күші тротилді эквивалент бойынша 100.000 гигатоннадан асты. Қазіргі таңдағы ең жойқын термоядролық бомбаның қуаты бұдан 2 миллион есе аз. Бұл соққы ең үлкен 100 метрден асатын цунами тудырып, ал бөлініп шыққан энергиядан ормандар өртенді. Өртенген ормандар атмосфераға 325 миллиард тонна көмірқышқыл газы мен түтін бөліп, ауа қатты ластанып, жер беті қараңғылыққа батты. Осылайша ондаған жылдарға тіршілік тоқтады. Геолог ғалымдар, оның ішінде Брайан Тон және оның командасының есептеулері бойынша дәл осындай метеорит диаметр шамамен 10 километрдей жерге құлайтын болса, қазір бірден миллиардтаған адам көз жұмады дейді. Ал аман қалғандарын кейінгі жылдар аштық күтіп тұрады. Бірақ өркениет дегенмен толықтай жойылмайды. Ал жер бетіндегі жан-жануар адамзат баласы толықтай қырылып қалу үшін диаметрі 90 километрдей астероид құлау керек екен. Егер мұндай астероид жер бетіне құлайтын болса, жер бетінің әрбір сантиметріне дейін толықтай өртеніп, ешкім қалмай қалады дейді. Бақытымызға орай 2 километрлік астероидтардың өзі бірнеше миллион жылда бір-ақ рет қана құлап отырады екен. Жерді бірнеше миллиард жылдар бойы өз жылуымен, сәулесімен, энергиясымен қамтамасыз етіп келе жатқан жұлдыз, ол өзіміздің күніміз. Біз оны мейірімді, бір қалыпты жанып тұрады және жердің досы ретінде санаймыз. Бірақ бұл бекер. Ол өте үлкен динамикалық түрде қайнап жатқан магнетизмі бар нысан. Онда мезгілді түрде күннің сыртқы қабатынан, яғни күн тәжінен материя бөлініп шығып отырады. Оны тәждік атқылаулар дейді. Осыған байланысты бізге өмір сыйлаған жұлдыз кез келген сәтте қайтадан орта ғасырларға лақтырып тастауы мүмкін. Осы атқылаулардың күштілігі сонша, ол бірнеше миллиард тонна материяны сағатына 1,5 миллион километр жылдамдықты желмен ғарышқа шығарады. Осындай күн тәжінің атқылауы жерге бірнеше тәулікте жетеді. Әлсіз атқылаудан планетамыздың магниттік өрісі қорғаса, одан күштісі жердегі электрониканы істен шығарып тастайды. Десе де одан төнетін қауіп, ол жердің серіктерін, яғни спутниктерді істен шығарып, жерде интернет болмай, жүздеген қалалар электр тоғынан ажыратылуы мүмкін. Бұның бәрі жылдам уақытта қалпына келеді, бірақ әлем экономикасына триллиондаған доллар зиянын тигізеді. Қуатты күн дауылдары анда-санда ғана болып тұрады. Орта есеппен 500 жылда бір рет. Орташа күн тәжінің атқылауы 2003 жылы болған. Бақытымызға орай, біздің планетамыз жаққа емес, басқа жаққа ұшып кетті.
ал 2012 жылы тағы да аман қалды. Күн массасынан бөлінген өте үлкен атқылау басқа жағынан орын алды. Егер бұл атқылау 9 тәулікке кешіккенде тура жерге тиюші еді. Атқылаулар күн плазмасының қатты сығылып, магнит өрісінің сызықтарының бір-бірінен алшақтауынан пайда болады деген болжамдар бар. Ал мына фрагменттен тәріздік атқылаудың қалай НК кометасының құйрығын жұлып алғанын көреміз. Жердің магниттік өрісі тәулік бойы осылай күн дауылымен айқасып жатады. Оның жемісін осындай солтүстік жарқыраулардан байқауға болады. 1859 жылы осындай солтүстік жарқылаулардың күшті болғаны сонша түнде ұйықтап жатқан адамдар таң атты екен деп оянып тұрып кеткен болатын. Егер біздің планетамыз бір кездері осындай алып тәж атқылауының эпицентріне кездесіп қалса, бетіндегі барлық тірі организмдерді күлге айналдырып, атмосферасымен қоса НК кометасының құйрығын сияқты ғарышқа ұшырып алып кетуші еді. Айта кететін жайт, осындай атқылаулар күннен болмаса да күн бәрібір түбінде жерді құртып жібереді. Мен бұл туралы өзімнің жұлдыздардың өмірі деген ролигімде айтып өткем. Әрбір миллиард жыл сайын күннің ыстықтығы мен өлшемі, жарықтығы 10%-ға өсіп келеді. Осылай өсіп ол 4,5 миллиард жылдың ішінде жерді толықтай жұтып Марсқа дейін барады. Ғаламдағы ең үлкен катаклизмнің бірі супер жаңа жарылыс. Супер жаңа жарылыс деп жұлдыздың өмірінің соңында толығымен ішіндегі сутегі мен гелийдің қоры таусылып, ғаламдағы ең үлкен жарылыстардың бірін жасап, жұлдыздардың өз өмірін тоқтатуын айтады. Олардың өлшемдері мен түрлері сан алуан болады. Жарылған жұлдыздардың жарқырауы өте күшті болған сонша, оларды миллиардтаған жарық жылы қашықтықтан көруге болады. Әр секунд сайын біздің ғаламда осындай бір жұлдыз жарылып жатады. Ал бір жылда олардың саны 30 миллионнан асады. Біздің галактикамызда да осындай құбылыстар болып тұрады. Бірақ 1-2 ғасырда бір-ақ рет қана болады. Галактикамыздың көлемі 100 мың жарық жылы. Бұл құбылыс жерге аса қауіпті емес. Дегенмен бізден шамамен 10 жарық жылы қашықтықта осындай жұлдыз жарылса, жарылыс энергиясы жердің атмосферасын шайып алып кетуі мүмкін. Ал егер гипер жаңа жарылыс туралы айтатын болсақ, бұл басқа әңгіме. Бұл құбыжықтар өздерінің жарылысымен жерді бірнеше мыңдаған жарық жыл қашықтықта жойып жіберуі мүмкін. Бәрі мынаған байланысты. Гипернова жарылған кезде тар жолақты гамма сәуле бөлінеді. Осы сәуле жер жаққа бағытталса, жердегі тіршілікті бірден тоқтатады. Оның энергиясының өзі әлі сәулесі жерге жетпей жатып, атмосфераны өртеп, ал сәуле жеткен кезде мұхиттар мен теңіздер қайнап буланып ғарышқа ұшып кетеді. Жердегі тас топырақтың өзі балқып, нағыз тозақтың күйін кешеді. Осыдан 440 миллион жыл бұрын жер бетіндегі жан-жәндіктің жаппай қырылуы осындай гипернова жарылысынан болуы мүмкін деген теорияны қазір ғалымдар айтып отыр. Ол біздің жер шарымыздан шамамен 6500 жарық жыл қашықтықта жарылған дейді. Достар, осымен біздің бүгінгі ролигіміз аяқталды. Келесі кездескенше аман есен, сау саламатта, ауырмай сырқамай жолығайық.